Сәлем баршаңызға. Бүгін блинчик дайындайтын боламын. Өте жұмсақ әрі жұқа, тез дайындалады. Ингредиенттерін астына жазып кетемін. Қарапсаңыз болады. Бізге ең алдымен ыдысымызға ыстық суымызды құямыз. Мұздай сүт құямыз. Және жұмыртқа саламыз. Блинчикпен араластырамыз. Сұйық майымызды құямыз. Үстіне аз-маз тұз саламыз. Және сода саламыз. Салсаңыз да болады, салмасаңыз да болады. Секер саламыз. Мен 2 ас қасық секер салдым. Өйткені қатты тәтті қаласаңыз, тағы салсаңыз болады, өзіңіздің көлеміне қарай. Енді ұнымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін массамызды қойып, сковородкамызды қыздырамыз. Аз-маз сұйық май құямыз. Сковородкаңыз асты жабыспау керек. Әйтпесе блинчик дұрыс піспейтін болады. Осылай слой-слой қылып барлығын пісіріп аламыз. Дайын болды. Ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыз қуанып қалам. Рахмет.